Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Мемлекетіміздің кемеліне келіп, әлемдік саясаттан орын алған кезеңі. 1991 жыл. Қазақстан Республикасы тәуелсіз егеменді ел деп жарияланды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының рәміздері қабылданды. 1995 жылдың 30 тамызында қазіргі қолданыстағы Конституция қабылданған болатын. 1991 жылы тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров, 94 жылы шілде айында ғарышқа Талғат Мұсабаев, 2015 жылы қыркүйекте 10 күнде ғарышта болған Айдын Айымбетовті мақтанышпен айтамыз. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге айналымға шықты. 1993 жылы елбасымыз болашақ бағдарламасын тағайындап, талапты әрі талантты қазақтың жастары әлемнің түкпір-түкпірінде білім алуға мүмкіндік алды. 1991 жылдың 29 тамызында Қазақ КСР президентінің Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлығы шықты. 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы 29 тамызды халықаралық ядролық қару-жараққа қарсы күн деп жариялады. 1998 жылдың 10 маусымында әлем картасында пайда болған жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері өтті. Қазақстан қысқы Азия ойындарын қабылдаған 4-ші мемлекет. Қазақстандағы ойындардан бастап Азиаданың меншікті алау оты пайда болды. 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі атанса, 22 мамырда ЮНЕСКО құрамына еніп, 2010 жылы Қазақстан Европаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. 2015 жылы Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2017 жылы Қазақстанда алғаш рет Экспо көрмесі ұйымдастырылды. Келсе іске демекші жастар жылы көптеген шаралар жүзеге асты. 21 ғасыр қатаң бәсекелестік ғасыры. Демек, әлемдік бәсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де, тапқыр да, дара тұлғаның тағдыры барша педагогикалық қауымның қолында. Қазіргі таңда атқарып жатқан істерінің арқасында жас ұрпақтың болашақта әлемдік деңгейдегі сынақтардан жоғары нәтиже көрсетіп, елімізді мәңгілік елге айналатынына сеніміміз мол.